Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірлі көрермен, құрметті жақсылар. Құран оқыған кезде қателесуімізге себепші болатын 12-ші мәселе. Басты Құран оқып жүрмін ғой. Біреулер Құран оқымай жүрген кезде мен оқып жүрмін ғой деген нәрсені желе оқып аламыз, сылтау қылып аламыз. Сөйтіп қателігімізді жалғастырып жүре береді екенбіз. Бұл қалай? Яғни сіз ұстаздың алдына барып өзіңіздің қатеңізді түзетуге тырыспайсыз. Сол Құранды сізден бұрын үйренген бауырыңызға барып, мына жері қалай екен, мына қатені қалай түзесем болады деп қадам жасамайсыз. Өзіңіздің сол бір қатеңізді құшақтап, сомен жүре бересіз. Яғни мен қателесіп жатырмын деп мойындамайсыз. Бастысы қате болса да, әйтеуір Құран оқып жатырмын ғой деп ойлайсыз. Бұған тіпті хадисті дәлел келтіруіңіз мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: кімде-кім білетін адам, қандай да бір білетін адам Құран оқыса, оған бір сауап, ал егерде білмейтін адам, яғни үйреніп жүрген адам оқыса, онда оған 2 сауап. Біріншісі оқыған үшін, екіншісі соны үйренуге талпынған үшін. Сіз мән беріп қараңызшы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп тұр? Оқыған үшін 1 сауап. Екінші сауап өте маңызды. Бұл оқуға, үйренуге тырысқан үшін, терлеген үшін, еңбек еткен үшін, қадам жасаған үшін деп тұр. Сондықтан өз-өзіңізді ақтамаңыз, сылтау іздемеңіз. Бастысы мен Құран оқып жүрмін ғой, пәленше сияқты Құран оқымай үйінде кино көріп жүрген жоқ, өйтіп жүрген жоқ, бүйтіп жүрген жоқ. Ол жарамайды мұсылман үшін. Сапалы мұсылман құлшылықпен сапалы түрде айналысады. Ақтау іздемеңіз. Сіз өзіңізден төменгілерге емес, ілім мәселесінде өзіңізден жоғарғыларға қараңыз. Сіз неге Құранды жақсы оқитындар, қатесіз оқитындар, тәжвидке сай оқитындар, сапалы оқитындардың қатарынан болуға тырыспайсыз? Сіз неге қари болуға, хафиз болуға тырыспайсыз? Өз-өзімізге көңіліміз толып жүре беретін болсақ, онда біз дамымаймыз, алдыға жылжымаймыз. Сол өзіміз тұрған қателік деңгейімізде тұра береміз. Сондықтан сылтау іздемейік, себебін жасайық, қателігімізді түзеуге тырысайық. Аллах тағала баршамызды өзінің кәләмі Құран кәрімді қатесіз оқитын құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.